Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай балетке тоқуды үйренетін боламыз. Балетке тоқу үшін бізге осындай табан қажет болады. Дайынын арнайы дүкендерден сатып алсаңыздар да болады. Мен өзім қолдан осындайды тоқып алдым. Осындай табан тоқудың видеосы менің каналымда бар. Төменге сілтеме қалдырамын. Өте оңай. Мынау кәдімгі киіз ұлтарақ базарда сатылатын. Мына беті дермантин. Осыны қосып, бірге тоқып шығамыз. Айта кететінім, мына жерде, мынау жағында, мына екі жақта және жоғары жағында, мына екі бөлігіне мен 4 столбиктен тоқыдым. Бұлай тоқыған кезде, мынау қатты бұлай иіліп тартылып кетпес үшін. Енді біз балетканың жоғарғы бөлігін тоқуды бастаймыз. Ол үшін мына әрбір біздің ілмекке бір столбиктен тоқып шығамыз. Менде крючоктың номері 3,5. Бірінші қатарын осы қатарда тоқыған кезде мұқият болыңыздар. Мындай арасында ілмектер қалып кетпесін. Екі балеткейдің ілмектер саны бірдей болу керек. Тең болып шығу керек. Жай ғана үйістіп, накидсіз столбиктер тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мен толықтай тоқып шықтым. Енді келесі қатарымыз накидті столбик тоқимыз. 3 овал ілмегі. Келесі ілмектен өткіземіз. Осылайынан айналдыра тоқып шығамыз. Бұл қатарымыз да дайын. Қатардың басымен біріктіріп аламыз. Енді келесі қатарымыз 3 овал ілмегі. Жіпті крючокқа іліп аламыз да, бұл қатарда біз оң және теріс столбиктер тоқимыз. Мінекей былай қыламыз. Крючокты мына столбиктің бүйірінен өткіземіз. Әдеттегідей былайынан басынан емес, бүйірінен өткізіп алып, жіпті тартып шығарамыз. Былай, сосын екеуін қосамыз. Келесін мінекей мына жағынан жіпті іліп шығарамыз. Тағы да оң жағынан енді теріс. Осындай әдіспен оң және теріс столбиктерді тоқи отырып, қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Міне бізде осындай болып шықты. Қатардың соңында менде мына жерде екі теріс столбик қатар келді. Бұл ештеңе етпейді, осылай біреу қылып қосып жіберуге болады, бірақ мен әзірге қалдырдым. Кейінірек мүмкін қосып жіберу мүмкін. Екеуін біреу қылып қатарды біріктіреміз. 3 овал ілмегі. Енді бұл қатарды дәл осыны қайталаймыз. Оң столбиктің үстінен оң столбик тоқимыз. Теріс столбиктің үстінен теріс тоқимыз. Осылай тоқып кете береміз. Бұны біз өзіміздің аяғымыздың өлшемімізге сай былай салған кезде тобыққа дейін, шамамен сондай биіктікке дейін тоқып шығамыз. Менде осындай болды. Оң және теріс столбиктермен 7 қатар тоқыдым. Барлығы 9 қатар болды. Енді біз осылай қойып балеткені
ортаңғы бөлігін табуымыз керек. Көз өлшеммен ортаңғы мен 20 ілмекті белгілеп алдым. Бірінші, мына 20-шы. Сіздер аяқ өлшеміне қарай 18 немесе 22 қылып белгілеп алсаңыздар болады. Осыны әрі қарай тоқимыз. Мына жерде 4-ші қатарынан бастап артындағы 2 қатар келген терісті біреу қылып тоқып жүрдім. Өйткені біз киген кезде тобығымыз шамалы былай аяқ құрылымы ішке қарай кіріңкі болғасын осылай келтірдім. Бір ауа ілмегі. Енді жай ғана накидсіз столбиктер тоқимыз. Белгілеген жерге келдік. Маркерді алып тастаймыз. Енді осы жерден қысқартамыз. Яғни 2 столбикті 1 столбик етіп тоқимыз. Біріншіден жіпті тартып шығарамыз. Екіншісінен екеуін қосамыз. Келесі осылай мына белгіленген жерге дейін қысқартамыз да, әрі қарай қысқартусыз жай столбиктермен тоқып шығамыз. Міне бізде балеткидің төменгі бөлігі дайын болды. Енді үстіңгі бөлігі қалды. Келесі видеода үстіңгі бөлігін тоқимыз. Жіберіп алмас үшін подписаться және де қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар.